Сәлеметсіздер ме? Бүгін өте қызық сабақ болып тұр. Ноутбуктың экранын осылай түсіріп аламыз. Олай емес. Оны скриншот жасау үшін ножница деп жазыңыз. Мына жерде бізде 3-4 режим бар. Окно деген бар, яғни толық бетті түсіреді. Прямоугольник деген бар, сосын полилиния деген бар. Осы режимге қояйық. По весь экран деген бар, яғни создатьты басамыз. Барлық экран суретке түсірілді. Мысалы кітап, сосын осы жерде мен прямоугольникті таңдадым, создать деген басам. Сосын барамын, осылайынан өзіме керек жерлерін суретке түсіріп алып жібере берем оқушыларға. Сол себептен өтініш, ешқашан да экранды осылайынан телефонмен былайынан түсірмеңіздер. Егер сіз тез жұмыс жасағыңыз келсе, Win Shift S-ті бассаңыз болады, автоматты түрде ножница ашылады. Болды, осымен сабақ аяқталды. Сіздермен бірге болған Дәке Teach арнасы. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз.